Үйдің іші енді сезіп, ду күлісті. Соңғы өлеңнің тұсында әжесте түсінген. Ол үні өшіп, сүйсініп күліп, баласын арқаға қағып, маңдайынан иіскеді. Абай күлместен мысқылдай қарайды. Әжесіне жабысып отырып, қалай, құлағың ашылды ма деді. Жақсы болып қалды. Өркенің өссін балам деп, әжесі алғыс айтты. Үлкендер бала мінезіне бір күліп, бір таңданып, сүйсініп қалды. Қарасұр бала көптің көзі бір өзіне қадалғанға, енді қысылыңқырап, қызарып еді. Бірақ көзінде жайнай жанған от білінеді. Өзге балаларының ажарынан бөлек қызулы, саналы от бар сияқты. Ұлжан тартымды болумен қатар сыншы да ана. Баласының жаңағы мінезіне біраз ойлана қарап отырды. Биыл денесі өскелеңдеп қалған баласы мінез жағынан да ересек тартқан сияқты. Ұлжан көппен бірге күлген жоқ еді. Енді байқай отырып, ақырын мырс етті де, балам-ау, қаладан молдалға келет десем, нағашыңа тартып қайтқанбысың немене деді. Үлкендердің бәріне бұл өте түсінікті еді. Жаңағы бала мінезінің дәл шешу сияқты болып, қайта күлдірді. Бәсе, шаншар, битан, шитан, тон текеңнің жиенімін деп тұр ғой десіп, Абайдың нағашыларын есіне алысты. Өлерінде жазыла қожа молдадан да ұят болды. Енді өлмесек болмас деп кеткен тонтай сөздері де көптің есіне түсті. Апай, енді бақса құшынаш боп, елтірі сеңсең жинағанша тон текеңе тартқаным көшілгер емес пе деп, Абай іле жауап берді. Жарайды, ендеше ер жетіп қапсың балам, деді шешесі. Дәл осы кезде Майбасардың атшабары кеп кірді. Бұл бағана кеште Құнанбайдың қасында тұрған қабасақал қара қамысбай еді. Келді де, Абай шырағым, сені әкең шақырып жатыр деді. Үй іші де, Абай да үн қатқан жоқ. Бағанадан бергі еркін, ойнақы бала мінездің бәрінен тартынып, бойын жиып, бала шәкірт үндемей үйден шықты да әкесі отырған үйге келді. Қонақ үйі шешелер үйінде емес, сыртынан да салқын, үнсіз. Абай есіктен кіре үйде отырған үлкендерге ашық дауыспен айқын етіп сәлем берді. Үлкендер де мұның сәлемін дауыстап алды. Кісі көп емес. Құнанбай мен Майбасар, Жұмабайдан басқа осы өңірдегі тобықтының белгілі үлкендері Байсал, Бөжей, Қаратай, Сүйіндік екен. Және осылардың жанына ерткен жас жолдасы тәрізді Байсалдың немере інісі, бала жігіт Жиренше бар. Абайдан жас үлкендеу болса да, ол құрбыша ашын еді. Әкесінің бағанағы кешке күткен кісілер осы үлкендер болды. Абайдың бала күнінен сезетін бір жайы, мұндай кісілермен әсіресе дәл осы 4-5 кісімен бас қосу, ел ішінде басталатын бір үлкен істің, оқшау істің белгісі болатын. Олар да әкесі ежелгі дағдысы бойынша әдейі шақыртып алған сияқты. Бұрын ондай сөздеріне Абай араласып та тыңдап та көрмеген. Бүгін бірінші рет әдейі алғызып отыр. Бір ойдан Абай өзіне бірдеме айтпақ бекен деп ойлады, бірақ еш нәрсенің қисынын таба алмады. Абай келіп отырысымен, анау үлкендер бұдан қала жайын, оқу жайын, саушылығын сұрастырды. Өзге үлкендер үшін де Абайға әсіресе көңіл бөлген сөзі бар, жарқын жүзді Қаратай. Ол Абайды көре отырып Құнанбайдың өзге жас балаларында еске алды. Осы ана ысқақ бір жошын. Бір түрлі пысықта сергек неме деді. Ол әлгі күнкенің қолындағы ма деп сұрап алып Бөжей, рас, құлдырап тұр деді. Я рас-ау, соның оты бар деп Байсал да қостады. Мұның бәрі қиялап айтқан Құнанбайдың қошеметі. Үндемей түйіліп, сұп-сұр болып отырған Құнанбай ол сөздерге көп шіміркенген жоқ. Қайта теріс көргендей мойын бұрып, Абайға қарап, одан да не күтсеңдер де, осы жаман қарадан күтсеңдерші деді. Құнанбайдың мына баласын
Осында шақыртып алып отырғанын және жаңағыдай етіп бұларға танытқалы отырғанын өзгеден Қаратай бұрын аңғарған. Ол дағдылы майысқақ ептілікке салып, енді Құнанбайдың жаңағы бетімен абайды сөз қыла бастады. Бөжей мен Байсалға қарап, сендер мұның сүндетке отыртқанда не дегенін естіп едіңдер деп аз күліп алды. Абай өзінің балалық, шалалық мінезінің бірін мынандай суық пішінді үлкендердің ортасына салғалы келе жатқан Қаратайға тіпті ырза емес еді. Қысылып ұяла бастады. Бірақ тоқтатар шарасы жоқ. Сондықтан бар тапқаны ол бала өз еместей үндемей сазарып қалды. Қаратай күле отырып, сүндетке отырғызғанда ауырсынып жылап жатып, «Оқ, Құдай-ай, бұл қорлықты көргенше қызығып неге жаратпадың?» депті. Сонда шешесі, «О, ақылсыз балам-ау, қыз болсаң бала таппас па едің? Содан қиын боп па?» десе, мынау «Ойбай, онысы тағы бар ма еді?» деп жылауын тия қойып шыдай беріпті деді. Үлкендер ақырын марс күліп қойды. Құнанбай естімеген сияқты ешбір белгі бермеді. Бұл сияқты сөз оны мен Байсалдардың қабағына қарағанда ұзаққа бармайтын тәрізденді. Абайға жайлысы сол болып еді. Әйтпесе үлкен адамша орталарына шақырып ап, ақмақ бала қып қойып, күлгендеріне ырза болайын деген ой жоқ. Сөйткенше сырттан Оспан кіріп келді. Кішкене інісі, ауылға келгелі көп сұраса да көре алмаған тентек, содыр інісі. Ол сәлем беруді ұмытқан жоқ. Бірақ әкесі мен өзге ешкімге қарамастан келе Абайды құшақтай алды. Өзінің де ең жақсы көретін туысқаны Абай еді. Екеуінің арасы 5-6 жас. Сондықтан Абай қазірде оған аға есепті. Оспан келе бергенде бұл да құшағын жайып бетінен сүйді. Үлкендер бұлардың жаңа көріскенін сезіп, мына мінездерін кешіргендей. Бірақ келесі минуттағы Оспан өзінің тентектігін танытып, абыройдан айырыла бастады. Ол қайда жүрдің деп ақырын сұраған Абайға жүресінен отырып, ағасының мойнынан құшақтап өзіне қарай тартты да құлағына бір нәрсе сыбыр етті. Бұнысы бір қатты нашар боқтық сөз еді. Шеткүйді өзінің ағасы Тәкежаннан үйреніп кепті. Сағынған ағасымен ең алғаш тіл қатқанының өзі осы. Абай сескеніп құлағын тартып қап, «Өй, не дейсің?» дей беріп еді. Оспан атып тұрып, мұны бас салып құшақтап, айтпа дейім анаған, айтушы болма анаған» деп әкесі жақты нұсқап, Абайдың аузын аштырмай шалқалатып жыға берді. Абай бір жағынан еріксіз күліп, екіншіден қысылып бойын жиып алайын деп еді, денесі кесек қол қайратты Оспан түрегеліп алып шалқалата жығып салды. Және соның үстіне ұртына тығып жүрген бір сілекейлі қатты нәрсені әп-сәтте Абайдың көйлегінің омырауын ашып, жалаңа шетіне тигізе тастап жіберді. Абай сескеніп, тітіркеніп ырши берген. Үлкен кісі сияқты болып отырған шәкіртті мына бала бір сәтте кішкене балаша алыстырып, арпалыстырып жіберді. Оспан оның тітіркенгеніне мәз болып, әкесін ұмытып сақылдап күліп, бақа салып жібердім көйлегіңе деп, Абайды бұрынғыдан да жаман тітіркендірді. Құнанбай өзінің арт жағында отырған балалардың неғып жатқанын байқамаған. Енді тентек Оспанның дағдылы мінезі құтырып, үдей бастаған соң ашуланып, шол бұрылып, жалт қарады. Жаңа байқады. Алпамсадай болған асау қара баласы Абайдың кеудесіне мініп ап, тұрғызбай жатыр екен. Құнанбай өз алдындағы мына бейбастақтыққа қатты ашуланып, Оспанды сол қолымен өзіне қарай жұлқып сүйреп алды да, жақтан тартып қалды. Оспан екі беті нарттай жанып, үлкен көздерімен әкесіне шоқтай қадалып, сазарып тұрып алды. Ұрғанына титтей міз баққанда қалт еткенде жоқ. Бұның бәрін көріп отырған Сүйіндік Байсалға күбір етіп, «Жаным-ау, қасқыр бала мынау ғой» деді. «Қожыр десеңші, мынадан ба? Мынадан шығар-ау» деп Байсалда күңк етті. Құнанбай Атшабарға қатты әмір етіп, «Бар, алып кет, қарғыс тигенді» деп Оспанның бетін бұрды да итеріп қалды. Бала сүрініп құлай бергенде Атшабар да қармап көтере берді. Оспан дәл сол әкеден құтыла беруді күткендей, Атшабар енді көтеріп алғанда үйдегінің бәріне естірте арт жағынан жел шығарып, тырқ еткізді де кете барды. Майбасар Қаратайға көз тастап, бірез үн тартып, басын шайқады.
Мына абыройсыз бар абыройдан бірақ айырылды-ау деді. Қонақтардың кейбірі ақырын күліп қалды. Қаратай байсалдар Оспанның кетсін өз іштерінде қорқып кеткен жоқ, егесіп кетті деп бағалаған. Құнанбайдың бұрыннан да түйіліп айтар сөзін бастамай ызаланып отырған қалпы бар еді. Мынау тұста тағы да суынып нүре түскендей болды. Үй іші бірталай жым-жырт отырып қалды. Сонымен біраз томсарып отырып барып, қайта қыбырласқанда Құнанбай ойдағы сөзін бастады. Қонақ үйде дөңгелек үстел үстінде қызғылт күңгірт сәулесі бар тас шам жанып тұр. Оқтын іргеден соққан жел лебімен әлсіз шам кейде ұйтқып шалқи түсіп, кейде лапылдап жалпылдай жанады. Қырын отырған әкесінің үлкен кесек пішіні абайға жартылай ғана көрінеді. Түсі суық. Қара сұр жүзіне бозғылданып түгіде шығып алыпты. Жалғыз өзі ұзақ сөйлеп отыр. Зор даусында ыза мен зіл бар. Кейде абайға қызық көрінетін бір мақалдар, мәтелдер айтылып кетеді. Абай әкесінің сөз желісін түп мәнісін түсінген жоқ. Кейбір мақалдарын ғана таңдана шешіп отыр. Осы бар үлкеннің мұндай жердегі салты бойынша әкесі де тұспалдап, орағытып, ұқтырмай сөйлейді. Бір сөзімен бір сөзін жалғастыруға абай үлгермей адасып қалып отыр. Өзіне салса, жаңағы көңілдегі шешесінің жанына қазір кетер еді, бірақ әкесі шақырған соң енді шығып болмайды. Сондықтан бір уақыт ол әкесі өзінің сыртын, ағымын тыңдайды. Кейбір өзі білмейтін қиын жаңа сөздерін ұстап қалады. Әлдекімге қаптап зіркілдеп сөйлеп отырған әке сөзі кейде бұған бір жортуыл шабуыл үстіндегі шұбырынды ұзақ сарын сияқтанады. Кейде ұғымсыз сөзден іші пысып әкесінің пішін тұлғасына қарап қадалып қалады. Тегінде ертекші өлеңші не басқа әңгімеші адамға талай уақыт тапжылмай тесіле қарап қалу абайдың кішкентай күнінен бергі әдет еді. Адам пішіні әрдайым бұған бір тамаша, өзгеше қызық сурет тәрізденетін. Әсіресе әжім мол көндер пішіні бір қызық хикая тәрізді. Ол кей адамның айғыз-айғыз әжімінен, салбыраған ұртынан, қыртыстанған маңдайынан немесе бояу оңған көздерінен, әр алуан сақал мұртынан өзінше неше түрлі жанды, жансыз дүние сипаттарын көргендей болады. Қына басқан сызаты көп тас па, я селдір тоқай ма, не көде көкпек пе, кейде мал мен аң бейнесі ме, бәріне де ұқсап кетіп отыратын адам мүсіндері болады. Әкесінің ат жақты келген ұзын сопақ басының құлақтан жоғарғы жері қаз жұмыртқасындай көрінеді. Онсыз да ұзын үлкен бетіне оп-ұзын боп дөңгелей біткен сақалы қосылғанда басы мен беті бір өңірдей. Сонда Құнанбайдың жалғыз сау көзі оның көтеріңкі жал тұмсығының сол иығына шығып алып, қалғым айсақшыдай бағып, осы өңірді қалт етпей күзетіп тұрған сияқтанады. Қоя берсін салғырттығы жоқ сергек, қатал күзетші. Жалғыз көз шүңет емес, томпақша. Тесіле, сыздана қарайды. Кірпігінде сирек қағады. Иығына бота шігін жамылып шалқая отырып сөйлеген Құнанбай осы үйде әркімге қарамайды, қарсысына таман отырған сүйіндікке ғана қадалып сөйлейді. Сақал шашы бір реңдес, қара бурыл сүйіндік оқта-текте бір қарап қойғаны болмаса, Құнанбайға тесіле қарамайды. Көзін төмендете береді. Абайға оның пішіні көп кездесетін, әңгімесі аз пішін сияқты. Бөжей де оншалық өзгеше емес. Түсі ақсұр келген, өзі қоңыр сақалды, кесек мұрынды бөжей, осы отырғанның бәрінен де сұлу. Бетінде әжімі де аз. Бірақ абайдың көзін оған көп тартатын бір нәрсе бұның бітікшелеу,
кішкене келген көздері. Құнанбай ұзақ сөйлеп отырған кезде бөжей қыбыр етіп қозғалған жоқ. Көзінде төмен салған қалпынан бір көтермеді. Сондықтан оның ұйықтап отырғаны, я ойланып отырғаны мәлім емес. Қалың етті салбыраңқы қабағы кішкене көзін көрсетпей тасалап алған сияқты. Құнанбайға бұлардың ішінен көз алмай қырандай қарап отырған дәл төрдегі Байсал, қызыл жүзді жирен сақалды Байсалдың денесі ірі, қапсағай. Көкшіл түсті үлкен көздері әрі салқын, әрі сыр берместей сабырлы. Бұлардан басқа барлық салқын, томсарған жандар ішіндегі ең жандысы, ең шапшаң Қағылезі Қаратай мен Абай қасындағы Майбасар. Үлкендер тобына бір жақтан әкеден төмен отырып телміре қараған Абай болса, дәл осы тәрізденіп, барынша бой салып қарап отырған ана шеттегі жас жігіт Жиренше. Бұл Көтібақ ішінде Байсалдың жақын туысқаны Шоқанның баласы. Байсал әрдайым қасына ертіп жүреді, әрі жігіті, әрі сөз ұғып, адам болар деген жасы. Ол әңгіме атаулыны көп білет, қызық көп айтады, өзі күлдіргі, Абайды еркелетіп те қоятын кезі барды. Қазіргі осы жиында Абайдың оңаша кездесуді іздейтін жалғыз ыңғайлы көрер адамы осы. Бірақ оның шыны ма, я дей үлкендерге көз қылама, әйтеуір қазір Құнанбай сөзінен басқа бар дүниені ұмытқан. Сонымен бірге Абайды да былай қоя тұрған сияқты. Жиренше қабағын бір шытып қозғалақтап қалды. Абай енді байқады. Әкесі сөзін аяқтап келеді екен, Қодар сұмның қылығы сырт елдің алдында менің бетіме салық болса, осы елге өз келеңе келгенде, осы отырған бәрімізге салық. Мына отырған сендерге салық деп, аз тоқтап, сүйіндікке қадалып отырған жалғыз көзін енді төрдегі Байсалға аударды. Одан өзінің оң жағында отырған Бөжейге қадалды. Бірақ Бөжей мен Байсал мызғыған жоқ. Өзге отырғанның барлығы сөздің салмағы мен түйінін өз арқаларынан сезгендей боп қозғалақтап, ырғалып қалысты. Ендеше өлімнен ұят күшті. Ел көрмеген сұмдыққа, ел көрмеген жаза керек деп Құнанбай байлауын айтты. Қайта босар түрі жоқ. Тас түйін боп бекініп, түйіліп алған көрінді. Отырғандар осы күйді танып қалды. Құнанбайдың бұлай беттеп алғанда қайторалар қайырымы жоқ, оны бәрі біледі. Не айтысып шарпысып кету бар, немесе іштен қоштамаған уақытта Байсал Бөжейдің бір тәсілі міндет мысалды Құнанбайдың өзіне бастатып, артын өзіне тастап кететін әдеті барды. Жан күйер жер болмағанда олар осы соңғы мінезді көп қолданатын. Екеуді жарытып, тіс шарып, сөйлемейтін. Бірақ Құнанбайдың мына сөзі үндемеске де қоймайды, үндеуге де жібермейді, дел сал етті. Үйші бір талай уақыт жым-жырт отырды. Қодарды Абай білмеуші еді. Оған бұл ат әуелі Қозы-көрпеш баянның қодарын елестетті. Сұм дегеніне қарағанда да былтыр Байгөкші ақын бұның шешелеріне жырлап берген қодардың бейнесі сияқты. Қодар деп соған ұқсаған біреуді әдейі сол атпен айтып отырма деп ойлады. Жым-жырт жиынның ішінен алдымен сөйлеген Майысқақ Қаратай. Ол сұмдық екені рас, ұлы қызыңның басына бермесін. Шын болғанда кәпір қауымында кететін іс қой бұл деп, Қодардың айыбы шын ба бекер ме деген өз ойларында күдікке ептеп қана бір соғып қиялап салды. Қодардың бұл жиындағы аталасы Сүйіндік. Құнанбай бағанадан зіл салғанда әдейі соған шұқшиған. Оны да жұрттың бәрі біліп отыр. Қодар қылығының орайын алдымен өз туысына айыпты сорақы дегізіп, өз аузынан айтқызып алу Құнанбайға да керек. Ал Сүйіндік сол сөзді оп-оңай бір айналмай айтып салса, ертеңгі тауқымет бұнда. Және ең алдымен Қодардың сол Құнанбай айтқандай айыптылығына да көзі жеткен емес. Ол Қаратайдың шапшаңдығынан бір пайда да тапқандай болды. Әсіресе оның шын болғанда деген босаң тастаған жерін ұстады да, осы айыбына көз жетсе, тұрғызып қойып бауыздайық. Бірақ сол шынына жеткен жан бар ма дей беріп еді, Құнанбай серпіліп,
ілгер ұмтыла түсті. «Ей, Сүйіндік!» деп, киіп кетіп ұрса сөйледі. Албастыда қабаққа қарай басатын, қыры жоқ, қасиеті жоқ басшы болса, ыбылыс жын ектемейін етеді. Адал десек, аман десек, жан берейік, ақтайық, ақыретте айыбын өз мойнымызға алайық. Бірақ менің екі бірдей жаным жоқ. Майсар болсаң жаныңды да берерсің, беремісің жаның деп сарт етіп өзіне жабыса түсті. Сүйіндік Құнанбайдың бағанадан бергі зіліне енді ызалана бастап еді. Тастай алмай жүрген жаным жоқ. Терге демесем жанымды ала ғой деп кепілге келіп бекемін деп томсарып қалды. Мұның қолынан келген бар қарсылығы осы еді. Баж еткенмен ықтап кеткен секілді. Құнанбай сезді де, енді жүйемен ұқпақ боп қуғынға салды. Тергесең, қодар сұмдығын аңыз қып, көпке жайып әкеткен елді терге. Ел тұрсын кешегі жиында бетімізге былш еткізіп, жарып айтқан жатты терге. Соғанда жеткен. Барда өтірік деп соны иландырып келші. Ел аузына қақпақ болып көрші. Бірақ ол қолыңнан келмейді. Ендеше не ер болда ақта, немесе иланда жазала. Тек жарықтығым, дүмбілезіңді көрсетпе, былқыл-сылқылыңды әулақ әкет деді. Енді Сүйіндік те үндей алмай қалды. Аз бөгелген соң бағанадан Құнанбайға сыр алдырмай, салқын ғана қарап отырған Байсал, қара деп жазалаған күнде мұның жазасы не болмақ деп еді. Құнанбай, жазасы шариғат жолы. Шариғат не бұйырса сол болады. Мұндай сұмдыққа қазақ айтқан жол жоқ. Тегі алдың қата бізден бақытты да, мұндай лағынетті өз тұсында көрмепті. Кесігінде айтпапты деді. Құнанбай бұған шейін ашумен зілмен кеп, енді осы тұста күйзелгенді күй көрсетіп, осымен жиынның қабырғасын қайыстырғысы келген. Бәрі де тіреліп қалды. Ат тұмсығы бір бітеу, меңіреу қабырғаға тірелген сияқты. Жалтыр алмады да үндеспеді. Аз ойлағанда бөжей өз ішінен шариғатта жөнге қарайтын шығар, ақай жоқ, ноқай жоқ, көрінгенге бұйда бере бермес дегендей. Бірақ бұл ойын айтса Құнанбай тағы бойлап тартып кетеді. Сондықтан үндеген жоқ. Тағы да шапшаң Қаратай, ал шариғат бұл қодарғылығына не бұйырады екен деді. Құнанбай бағанадан төмен отырған Жорға Жұмабайды енді ғана еске алғандай бұрыла қарады. Мына Жұмабай қалаға барып, Ахмет Риза Хазіреттен фәтуа сұрап келді. Жазасы дарға су депті. Дарға? Деп Қаратай үркіп қалды. Бөжей Құнанбайға ажырайып тікісіне қарап еді. Аямас тұсы айқын екен. Барлық байлау осы болғаны ма? Итте болса бауыр емес пе дегенде Құнанбай қынжыла түсіп, оны бауыр дегеннің бауыр есілсін. Шариғатпен шарпыспақпыз ба? Қодар емес құтпаным болсын, қайтпаспын да тынбаспын деді. Енді бұғалға кететін бойлауғы жеріне жеткен екен. Бөжей іші мұздай отырып, көзің жетсе мейлің білсін дей салды да, ойдағысын ішке бүгіп қалды. Байсал үн қатпаған күйді жым-жырт. Құнанбайды ақтамаса бөжейді де құптаған жоқ. Сүйіндік те осы топтың дағылы мінезіне басты. Ел де сенікі, ел ішіндегі тентек те сенікі. Қашқанның да қуғанның да келетін өзіңсің. Тек не бұйырсаң да, тергеп алып бұйырғайсың, қалғанын өзің біл деді. Бұл бөжейдің қабағын баққан болатын, өзі қалай көшерін айқын біле алмай, соның бір білгені бар шығар деген есеппен жалт берді. Тергеп алып білгеніңді қыл дегенде, аяқтап келген әрқайсыда бір-бір қайырғанды. Бірақ бұл сөздері сүйей салды. Бағанадан бергі сөзде Құнанбаймен аралары арбасып боп, айтыспай-ақ іштей жер танысып қалған. Бөжей білсе,
Қодар жай Құнанбайдың тағы бір қыры. Осал емес, үлкен қара болғалы тұр. Қайда беттер екен? Неге соғар екен? Не де болса енді салмағын Құнанбай өзі көтеріп алатын болады. Бұлар жалпылдап қостаған жоқ. Оны Құнанбай білетіндей болды. Түбінде дәл осы отырған кісілер осы жөнде ұстасса да қисыны бар. Сүйіндік бөжей жағының ой осы болса, Құнанбайда өз есебін алдын ала өз өлшеген бетпенен ішіне ерікті. Жаңағыдан әрі жазылған жоқ. Бәлен етем деп кесікті байлауын да айтпады. Осы отырған 5-6-дан дәл қазіргі күйінде пәлем мың үй тобықтының талай түйін, шытырман жайларын осы араға жиып әкеп отырған адамдар. Іштерінде көп қалтаға көп есептер салып кеп отырған атқа мінерлер. Құнанбай аға сұлтан болды да, өзгелерінің қатарынан озғындап кетті. Онда әкімдік бар. Сыртқа да, ұлыққа да жақындық бедел бар. Әрі қол ұзын, малды, сөзге жүйрік, мінез бенен іске де алғыр. Осының бәрі өз ортасын бойымен басып жыға беруге себеп болатын. Бірақ Құнанбайдың мықты жері тобықты іші болса, әлсіз жерде осы тобықтының ішінде. Құс қанатымен ұшып құйрығымен қонады. Сол қанатымен құйрығы ел ішінде өзі тұстас ру басылар. Осы Байсал, бөжейлер. Осылар соңғы бір жыл бойында бұрынғыдай ашық жарқын емес, іштей Құнанбаймен аңдысып қалған сияқты. Оны Құнанбай білет. Бірақ осындай қып қосарына ілестірсе болғаны. Түбі бәрінің де бағатын таразысы ел. Сол елдің алдында байлауды Құнанбаймен бірге байласқан осылар болған соң жетті. Күйсе Құнанбаймен бірге күйеді. Ал ішінде не жатыр, оны білмейді. Олай болса Құнанбайдың да сырты, бұлардың ішін білмеген, елемеген кісі тәрізді болатын. Тобықты көп рулы, көп ел болғанмен, барлы үлкен шеңберінің таразысы осы отырған 5-6 адамның руларымен өлшенеді. Әсіресе рубасы осы адамдардың өздерімен салмақталады. Сонда Құнанбайдың оң жағында отырған бөжей қалың жігітектің адамы. Бұрын орталарынан Кеңгірбайдай теріс азу, мықты би шыққан ел. Бертінде орынша қолшыл болып және барымташы, жортуылшы жігіт көп шықты. Шетінен сөз бар, сотқар жігітек. Байсал да сондай мол ру, Көтібақтың тұрғысы. Тоқпақ жалды тор деп атағанда үйірі қалың айғырдай көптігінен атанған. Бұл әсіресе мал көбейтіп жерді мол қамтуға тырысатын, көптігіне сеніп, анау-мынаудан онша қысылып қымтырыла қоймайтын ауылдар. Сүйіндік осы ағайынды елдер ішінде ең азы бөкеншінің кісісі. Мал дүниеге шағында осылар бөкеншінің кірмелеу туысы Борсақ. Жаңағы бұлар сөз қылған Қодар, сол Борсақ болатын. Құнанбай болса Ырғызбай руынан. Бұл бас жағына келгенде жігітектен де, Көтібақтан да аз. Бірақ әрі малды, әрі көптен бері тобықтыны билеп төстеп келе жатқан ауылдар. Туыс жағын алғанда, бөжей мен Сүйіндіктен гөрі Құнанбайға Байсал жақын. Сойыл соғарға келгенде, қолға санға келгенде Құнанбайдың мақтап сүйенетіні сол Байсал елі Көтібақ. Оны әлі күнге өз ырқынан шығарған емес. Қаратай болса бұлардың барлығына алыстау, арағайын тәрізді, көкше деген рудың атқа мінері. Аз да болса пысық, және шөре-шөреде жүргендіктен бір мүшеден қалмай ілесіп отыратын. Осы отырған рубасылардың мінезі, артта жүрген үлкендікшілі атқа мінер, ақсақал, қарасақалының бәріне де мінез, тәсіл бола жүреді. Құнанбай қасында қой көздеу, сұлуша майбасар старшын болды да, өз достарынан да, Құнанбайдың жақындарынан да ажырай бастады. Қазір Құнанбай алдында жастан бергі дағдысы бойынша үндемей отырғанымен, бұл ерен бүлік, сотқар адам. Құнанбайдың ұлықтығына бақмасы болған Ырғызбайдың басы осы. Бүгін бөжейлердің Құнанбай мен іштей суысуына себепші болғанда осы майбасар.